Буын адамның тірек қимыл аппаратының күрделі механизмі. Онымен байланысты проблемалар әртүрлі себептермен пайда болуы мүмкін. Бұл созылмалы аурулар, механикалық зақым болуы мүмкін. Себепті анықтау маңызды. Өйткені ол емдеудің тиімділігі мен ұзақтығын анықтайды. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Құрметті оқырман, алдымен арнамызға жазылып қоңырауша батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Сіздердің болмашыған әрекеттеріңіз арнамыздың дамуына үлкен үлес қосады. Ауруға әкелетін ең белгілі факторлар: механикалық жарақаттар, тұқым қуалайтын ауытқулар нәтижесіндегі дисплазия, басқа ауру процестері. Буын аурулары кез келген жастағы адамдар арасында жиі кездеседі. Ауырсыну қай жерде орналасқанына қарамастан, төменгі арқада, иықта, тізеде немесе кез келген басқа жерде бұлшықет тоқырауы, қозғалыстың шектелуі және жүру қиындықтары сияқты белгілерді жеңілдететін бірлескен ауырсынуды емдеудің бірқатар халықтық құралдары бар. Артрозды халық рецептерінің көмегімен емдеу үшін ауырсынуды жоюға, қан айналымын қалыпқа келтіруге және қабынуды азайтуға көмектесетін әртүрлі шөптік препараттарды қолдану қажет. Қатты ауырсыну үшін ақ қырыққабат жапырақтарын қолдануға болады. Аяқтың айналасына қырыққабат жапырағын қою керек. Ауырсыну әлсірейді. Зығыр тұқымын жағуға болады. Алдымен оларды мақта матаға салып, ауырған жерге байлау керек. Қабыну процесін жояды. Сондай-ақ бір ас қасық қыша ұнтағын 50 мл ыстық емес суда ерітуге болады. Содан кейін бұл массаны зардап шеккен аймақтарға жағыңыз. Жылдам әсер ету үшін аймақты пластик пакетке және жүн матаға ораңыз. Сіз оны 20 минуттай ұстауыңыз керек. Лимон. Оның ену және жою қабілеті бар. Ал вишневскийдің жақпа жылыту және шығару қабілеті бар. Сондықтан буындардағы ауырсыну үшін келесі рецепт тиімді. Лимонның бір бөлігін кесіп, оны түні бойы ауырған буынға бекітіңіз. Екінші түнде сол компрессті жасаңыз, ал үшінші күні вишневский жақпа майымен компресс жасаңыз. Жұмыртқа қабығы мен сүт. Жұмыртқаның қабығын аздап ұнтақтаңыз. Үйдегі ашытылған сүтті бірдей мөлшерде қосыңыз. Тегіс болғанша араластырыңыз және компресс жасаңыз. Оны 1 сағаттан артық емес ауырған буынға ұстаңыз. Ыстық және суық компресстер. Олар ауырсынуды тез жеңілдетуге және кернеулі бұлшықеттерді босаңсуға көмектеседі. Зардап шеккен аймаққа 20 минут бойы ыстық компресс қойыңыз. Содан кейін бірден суық компрессті тағы 20 минутқа қойыңыз. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Пайдаланып көріңіздер, ем болсын, ауырмаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.